Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз адам организміне құйрық майдың пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыз. Белгілі жазушы, тарих зерттеушісі Жади Шәкенұлы құйрық майдың емдік қасиеттері мен оның қандай ауруларды емдейтінін айтты. Құйрық майды халық емшілері қолданған. Алдымен ол қазақтың көшпелі өмірін көргенін, әрі халық емшілері құйрық майды қалай пайдаланғанын айтып берді. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 20 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан каналымызға жазылуды, лайк басуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Балалық және жігіттік шағым Қытайға қарасты Алтай тауының теріскей бетінде өтті. Қой баққан малшыларды, түйенің бұйдасын жетелеген көшті көрдім. Далада киіз үй тігіп, көктеу, күзеу, жайлаудың не екенін біліп өстік. Соның арқасында құйрық майдың қалай пайдаланылатынын білемін. Мысалы, 1983 жылы мен 16 жаста болдым. Осы уақытта әкем мен шешем қазақ емшілеріне баратын. Сонда оларға құйрық май қосып, дәрі жасап беретін, дейді Қазақстан және Евразия жазушылар одағының мүшесі. Сондай-ақ Жади Шәкенұлы дәрінің қалай жасалатынын, оның қандай ауруларды емдейтінін түсіндірді. Дәрінің қалай жасалатынына тоқталайын. Сынаптың жарты бидайға тең келетін тамшысын 2 үлкен қасық құйрық майды араластырып, әбден ерітеді. Мұны қазақтар өлтіру дейді. Бұл дәрі арқылы теміреткі, ешкі қотыр, күйдіргі, күбірткі және тағы да басқа қотырлардың түрін емдеу үшін пайдаланған, дейді жазушы. Құйрық майды қолданған сәби сымбатты болып өседі. Құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Жазушы нәресте қол-аяғын керіп созғанда, сәбидің буындары жазылып, денесі сымбатты болып өсетінін айтты. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеттері көп. Атап айтсақ, құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда, бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал еткен. Сондай-ақ тұмау тимейтін болған. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына құйрық май салған, дейді Жади Шәкенұлы. Құйрық май тұмауға қарсы таптырмайтын ем. Сонымен қатар, жазушы балалар мен ересектер салқын тигенде құйрық майды ыстық күйінде қасықтап ішсе, бұл адам ағзасына шипасын тигізетінін атап өтті. Құдайға шүкір, 8 балам бар. Олардың тамағы ауырғанда дәрі ішіп, жөтелі басылмай қойған кезде балаларыма құйрық майды ертіп бере қоямын. Бұл майды ертудің 2 жолы бар. Біріншіден, құйрық майды ерткеннен кейін оны бірден пайдалануға болады. Екінші жол да бар. Ерткеннен соң оның үстіне су құйып, біраз қайнату керек. Сонда піскен құйрық май болады. Оған сарымсақ қосып, біраз суыған соң 4-5 шай қасығын балаға беру керек. Келесі күні балаңыздың тамағының ауырғаны басылып, сырылдағаны кетеді, дейді ол. Құйрық май таңып қойған. Сұхбат барысында Жади Шәкенұлы бұл май туберкулез ауруын емдеу үшін де қолданылатынын айтты. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы туберкулез ауруын емдеуінде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды сәл ғана күш ала салып араластырады. Кейін май қымызға сіңеді де сап-сары қою болады. Оны туберкулез, тыныс жолы ауруларын емдеу үшін ішеді. Қазақ емшілігі дәстүрінде осындай тәжірибе бар деп түйіндеді сөзін жазушы. Сондай-ақ қазақ халқы қыстың аязды күнінде бет үсімес үшін
құйрық майды жаққан. Қол немесе аяқтың тілінген жеріне құйрық майдың тілімін таңып қойған. Ол жараның тезірек жазылуына септігін тигізіпті. Құйрық май құйрық түбінде дөңгеленіп жиналған май. Мұндай май жекелеген қылшық және ұяң жүнді қой тұқымдарында болады. Еділбай қойы, Сарыджын қойы, Дегерес қойы, қазақтың ұяң жүнді қойы, Алай қойы және Гессар қойы. Қой қысқы тебінде жайылғанда жетіспейтін қорегін құйрықтан біртіндеп алып отырады. Құйрық май Орта Азия мен Қазақстан халықтарының әртүрлі ұлттық тағамдарын дайындағанда пайдаланылады. Ғылыми тұрғыда құйрық майдың пайдасы жөнінде айтатын болсақ, құйрық майда стеарин қышқылы теріні жұмсартып, ауа өткізгіштігін тездетсе, палмит қышқылы теріні қайта қалпына келтіріп, тез түзелуіне әсер етеді. Ал денеге сіңген алиин қышқылы жоғары қуат береді. Қазақта осындай керемет сөз бар: бала сылаумен, қар қылаумен өседі деген. Құйрық майдың құрамында түрлі қосылыстар мен элементтердің болу себебін анықтауда қойдың азығына аса назар аударылады. Қойдың негізгі азығы кәдімгі жусан, ермен, дермене, жоңышқа болып табылады. Малдың ағзасында болатын кез келген элемент оның жейтін азығынан түзеледі. Қойдың негізгі азығы болып табылатын ермен және дермене жусандардың емдік қасиеттеріне тоқталсақ, қазақ емшілері ерменді өңірлерде жайылған ұсақ малдың сорпасы мен еті жеңіл аурулардың емі деп есептеген. Шындығында да ерменге жайылған қойдың еті мен сорпасынан ерменнің иісі аңқып тұрады. Сонымен қатар, ерменді асқынған жараны емдеуде, іріңді жаралардың іріңін шығаратын, қанды тазартатын дәрі ретінде қолданған. Оны сары ауруға, бауырдың, қуықтың, көк бауырдың, ішектің ауруларына қолданып, ұстамалы, созылмалы сырқаттарға да ұтымды пайдалана білген. Мақала танысу сипатына ие. Кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екендігін тағы да ескертеміз. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Деніңіз сау болсын, келесі видеоларда кездескенше аман сау тұрыңыздар.